Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кез келген мерекенің сәнін келтіретін өте дәмді әрі үлпілдеген бенто торттың бисквитін дайындаймыз. Видеоны бастамас бұрын пайдалы рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Ендеше көп созбай іске кірісейік. Алдымен ең маңызды кезең жұмыртқаның сарыуызы мен ақуызын екіге бөлеміз. Ақуызына шым-шым тұз, қант және ванилин қосып, масса көпіріп, көлемі ұлғайғанша араластырамыз. Көбік неғұрлым тығыз болса, бисквит соғұрлым биік әрі жұмсақ болады. Келесіде осы жұмыртқаның сарыуызын қосып, жақсылап миксерлейміз. Міне осындай масса болды. Келесі кезекте ұнды алдын ала електен өткізіп, лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай ақырын ғана араластырамыз. Бұл көбіктің басылып кетпеуі үшін өте маңызды. Мінекей осылай жақсылап, абайлап, ақырын ғана араластырамыз. Біздің массамыз дайын болайын деп қалды. Достар, мен толық рецебін описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Мінекей масса дайын болды. Дайын болған массаны бенто торттың арнайы формасына құйып, алдын ала 180 градусқа дейін қыздырылған пеште шамамен 15-20 минут пісіреміз. Алғашқы 10 минутқа дейін печканы ашып қарамаңыздар, себебі ауа тисе басылып қалуы мүмкін. Піскен-піспегендігін шпажканың көмегімен білсеңіздер болады. Мінекей біздің үлпілдеген жұмсақ бисквитіміз дайын болды. Оны суытып, бетін қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер торттың кремімен қалай жинақталуы қызықты болса, келесі видеоны күтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.